Баршаңызға сәлем. Бүгін 72-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейту амалының компоненттері. Бұл сабақта көбейту амалының компоненттерімен танысамыз. Бірінші есеп А. 3 сан аттай отырып 12-ге дейін сана. Демек, 3 сан аттай отырып 12-ге шейін санайтын болсақ, 3 әрбір санға 3-ті қосу деген сөз. Бұл 3-ге 3-ті қоссақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9, 9-ға 3-ті қоссақ 12. Ал әсінде 4 санайы аттай отырып 24-ге дейін сана дейді. Бұл дегеніміз 4-тен бастайтын болсақ, 4-ке 4-ті қосамыз. Әрбір келесі сан 4-ке артық болу керек. 4, 8, 12, 16, 20, 24 болады. Дәптерге осылай жазып қойдық та, ал біріншісінде міне 3 сан аттай отырып 12-ге дейін сана дейді ғой. Міне біріншісі 3, оған екіншісін қоссақ 6 болады, оған 3-ті қоссақ 9, одан кейін 12. Ал 4 сан аттай отырып 24-ге шейін санайтын болсақ, 4-ті 6 рет қосамыз. 4-ке 4-ті қоссақ 8, оған 8, 4-ті қоссақ 12, 16, 20, 24. Екінші есеп, өрнектерді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, олардың мәнін тап. Біріншісі 4 көбейту 2-ге, бұл 4-ті 2 рет қос деген сөз, 4-ке 4-ті қоссақ 8 болады. Екіншісі 5-ке 2-ні көбейтеміз, бұл 5-ті 2 рет қос деген, 5-ке 5-ті қоссақ 10. Одан кейінгісі 6-ны 3-ке көбейту, бұл 6-ны 3 рет қосамыз. 6-ға 6-ны қоссақ 12, оған 6-ны қоссақ 18. Кейінгісі 3 көбейту 3 екен, бұны 3-ті 3 рет қосамыз. 3-ке 3-ті қоссақ 6, оған 3-ті қоссақ 9. 8-ді 4-ке көбейту керек екен. 8-ді бұл 4 рет қос деген. 8-ге 8, 16, 16-ға 8, 24, оған 8-ді қоссақ 32-ге тең болады. Демек, 8 бен 4-тің көбейтіндісі 32-ге тең екен. 9 бен 4-тің көбейтіндісі, мұны қосылғыштар түріне жазатын болсақ, 9-ды 4 рет қосамыз. 9-ға 9 қоссақ 18, оған 9 қоссақ 27, оған 9 қоссақ 36. Демек, 9 бен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең. Үшінші есеп, үлгіге қарап қосуды көбейтумен алмастыр. Үлгі. Міне 4-ті 3 рет қосқан, яғни 3 қосылғыш 4 барлығы 4-ке тең, сонда 4-ті 3-ке көбейтеміз. Мына жерде қосылғыштардың саны неше болса, соған көбейту деген сөз. 4-ті 3-ке көбейтеміз, санына көбейтеміз. Сонда 12-ке тең. Демек, осы үлгіге қарап, кейінгісін орындаймыз. 6-ны 3 рет қосқан, демек, бұны 6-ны 3-ке көбейтеміз, бұл 18-ге тең. Ал мына жерде 9-ды 9-ға қосқан, бұл 9-ды 2 рет. Қосылғыштардың саны 2, сондықтан 9-ды 2-ке көбейтеміз, бұл 18 болады. Ал мына жерде 7-нің қосылғыштары 4 екен, демек, 7-ні 4-ке көбейтеміз, бұл 28-ге тең. Мына жерде бірдей қосылғыштар 8, бұлар 3 екен, демек 8-ді 3-ке көбейтсек 24-ке тең. 4 көбейту 3 түріндегі өрнекті көбейтінді деп атайды. Бұл жерде 4 және 3-тер көбейткіштер, ал 4 көбейту 3 тең 12 бұл теңдік. 12 саны көбейтіндінің немесе өрнектің мәні. 4, 3, 12 бұл көбейтудің компоненттері. Ал 4 көбейту 3 тең 12 теңдігін бұлай оқиды. 4-тен 3 рет алғанда 12 шығады, 4-ті 3-ке көбейтсе 12 шығады, 4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 12-ке тең, 4 санын 3 есе арттырсақ 12 шығады. Осылайша 4 тәсілмен оқысақ болар екен. Төртінші есеп, бірінші көбейткіші 4-ке, ал екінші көбейткіші 5-ке тең көбейтіндіні жаз. Қосу амалының көмегімен оның мәнін тап. Берілген жаздық, бірінші көбейткіші 4-ке дейді, екінші көбейткіші 5-ке тең дейді, көбейтіндіні жаз деген жаздық. Енді бұны қосу амалы арқылы мәнін табатын болсақ, 4-тен 5 қосылғыш жазуымыз керек екен. Бірдей. Демек, 4-ке 4-ті қоссақ 8, оған 4-ті қоссақ 12, 12-ке 4-ті қоссақ 16, 16-ға 4-ті қоссақ 20. Демек, 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Бесінші есеп, суреттерді пайдаланып қосындылар құр. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен алмастырып, өрнектердің мәнін тап. Қорытынды жаса.
Демек, мына жерде жыйындар берилген. Ал жыйындардын эки жыйын берген. Биринчи жыйындын элементи 3, экинчи жыйындын элементи де 3 экен. Демек, экөөнүн баардыгы нече элемент болот дейди? Биз 3-кө 3-тү коссак 6 элемент болот. Ал мына жерде 3 жыйын бар экен, ар кайсынын 2 элементи бар. Bunun da elementi нешеу дейді? Осы екілерді 3 рет қосамыз. Бұл да 6 элемент болады. Дәптерге орындаймыз. 3-ке 3-ті қосамыз. Бұл 6. Немесе оны көбейтумен ауыстыратын болсақ, 3. Бірдей көбейткіш 3 қой, 2 екен, сондықтан 3-ті 2-ге көбейтеміз. Бұл 6-ға тең. Ал кейінгісі әрқайсында 2 элементтен 3 жиын еді. 2, 2, 2, 3-ін қоссақ 6 болады. Немесе 2-ні қосылғыштардың санын неше болса, соған көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6-ға тең. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Бұл көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. 6-шы есеп. 2 қорапшаның әр қайсында 3 қамшыдан бар. Қорапшаларда барлығы неше қамшы бар? Демек, 2 қорапшада 3 қамшыдан барлығы неше қамшы екенін табуымыз керек. 3-ке 3-ті қосамыз, немесе 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл 6 болады. Демек, жауабы қорапшаларда барлығы 6 қамшы бар. 7-ші есеп, есептемей-ақ салыстыр. 7 көбейту 2, 2 көбейту 7 екен. Бұл жерде көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті пайдаланған, көбейткіштердің орны ауысып келген. Демек, бұларды есептемей-ақ табамыз. Көбейтінділердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сондықтан бұл 2 өрнегіміз бір-біріне тең. 4-ке 5-ті көбейтеміз, немесе 5-ке 4-ті көбейту екеуін салыстырамыз. Бұл жерде де дәл осы жағдай, сондықтан бұл 2 өрнегіміз де тең болады. Одан кейінгісі 6 мен 7-нің көбейтіндісі және 6 мен 5-тің көбейтіндісі. Бірінші көбейткіштері бірде, екінші көбейткіштері қайсысы үлкен болса, сол өрнек үлкен болады. Демек, 6 көбейту 7-міз, 6 көбейту 5-тен артық екен. Кейінгісі 8 бен 3-тің көбейтіндісі және 8 бен 3-тің көбейтіндісі. Бұларды есептемей-ақ табамыз. Екеуі бірдей, сондықтан бұлар тең. 8-ші есеп, теңдеулер құр және оларды шеш. А. 23 пен А-ның қосындысы 38-ге тең. А. X 29-дан 24-ке артық. Демек, теңдеу құрамыз 23 пен А-ның қосындысы 38-ге тең деген, яғни 23 пен А-ның қосындысы тең 38 осы көріністе болады. Енді бұл жерден А-ны табу үшін 38-ден 23-ті азайтамыз. А 15-ке тең. А-ның орнына 15-ті қойып тексереміз. 23-ке 15-ті қоссақ 38, ал 38-ге тең. Кейінгісі X 29-дан 24-ке артық деді. 24-ке артық болатын болса, бұл X-іміз 24, X-тен 24 азайтсақ 29 шығу керек екен. Осылайша жазып қоямыз. Осындай теңдеу пайда болады. Сонда X-ті табу үшін 29-ға 24-ті қосамыз. X-іміз 53-ке тең болады. Ендеше бұл жерде X-тің орнына 53-ті қойып тексереміз. 53-тен 24-ті азайтсақ 29, ал 29 29-ға тең. Бұл жерде белгісіз сан 53 екен. 9-ші есеп, көбейткіштері 6-ға және 3-ке тең көбейтінді құр. Қосу амалын қолданып, оның мәнін тап. Көбейткіштері 6 мен 3-ке тең болған көбейтінді құрдық, және оларды қосу амалын қолданып, мәнін табамыз. 6 көбейту 3 деген сөз, бұл 6-дан 3 қосылғыштар. Демек, 6-ға 6-ны қоссақ 12, 12-ге 6-ны қоссақ 18 болады. 10-ші есеп, ойлан тап. Жіпке 5 түйін түйілді. Қатар тұрған әрбір 2 түйіннің арасы 2 сантиметр. Жіптің шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болады? Демек, 5 түйін түйілген, әрбір 2 түйіннің арасы 2 сантиметр екен. Бұндай түйіндер сонда неше екен табуымыз керек? 1, 2, 3,
4 экен, арасы 4 экен. Демек біз шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болуын табу үшін осы 4-нің ұзындығын қосуымыз керек. Берілген жазамыз. 2 түйіннің арасы 2 сантиметр, 5 түйіннің арасы 4 деп жазып қойдық. Шешуін табу үшін біз екілерді 4 рет қосамыз. Немесе қосылғыштардың саны неше болса, сол санды соған көбейтуіміз керек. Екілерден 4 екен, 2-ні 4-ке көбейтсек 8 болады. Демек, жауабы жіптің шеткі түйіндерінің арасы 8 сантиметр болады. Осымен бүгінгі 72-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.